Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге пахлава дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоға лайк басып қолдап кетіңіздер. Сол кезде сіздерге менің жаңа видеоларым ашылатын болады. Әрі қолдауларыңыздың арқасында мен сіздерге жаңа рецепттер ұсынатын боламын. Ендеше бастаймыз. Көрсетілген мөлшердегі ұнымызға қопсытқыш және де бөлме температурасындағы сары майымызды салып, уқалап, жақсылап крошка дайындап аламыз. Егер де сары майларыңыз салқын болатын болса, теркадан өткізіп алыңыздар. Және де дәл осы көріністе крошка дайын болғаннан соң барып, көрсетілген мөлшерде сметана салатын боламыз. Сметананың пайызы менде 20%. Қалауыңызға қарай майлы пайыздағы сметаналарды қолдануларыңызға болады. Және де 3 жұмыртқаның сарысын қолдандым. 2 ас қасықта шекер салып, жақсылап тұрып, араластырып, жау-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жұмыртқаның тек қана сарысы бізде ұнымыздың, яғни пахлавамыздың қамырын песочный болу үшін қалауыңызға қарай 4-5 қоссаңыз да болады. Өте жұмсақ әрі песочный болып шығатын болады пахлаваның тестасы. Ендеше қамырымызды 3-ке бөліп аламыз. Біреуін үлкен көлемде, ал қалғандарын орташа бірдей көлемде кесіп алатын боламыз. Ең кіші деген көлемін алып, жайып, орташа жұқа жайып алып, духовкада пісіріп алатын боламыз. Бұл біздің пахлавамыздың ортасындағы қамыры. Жұқа етіп жайып, дәл осылай пергамент бумаганың үстіне қойып, вилкамен тескілеп алатын боламыз. Бұл себебі қамырымыз көтеріліп, қисайып кетпес үшін міндетті түрде дәл солай 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Дәл осы көріністе пісіп шығады, кішкене қызарса жеткілікті. Содан соң барып, салмасын дайындап алатын боламыз. Начинкасына бізде жаңғақтарымызды дәл осылай блендермен жақсылап езіп алатын боламыз. Бұл пахлаваға мен пайдалы асқабақтың дәндерін қосып жасадым. Қалауыңызға қарай мейіз қоссаңыздар да болады. Және де басқа дәнді дақылдарды қосып жасай беруіңізге де болады. Бұл сіздердің өздеріңіздің қалауыңызға қарай. Егер де сіздер мейіз қосатын болсаңыздар, мейізді алдын ала жарты сағат бұрын ыстық суда жібітіп қойыңыздар. Сол кезде мейіздеріміз жұп-жұмсақ, әрі кескен кезімізде қатты болмай жұп-жұмсақ болып кесілетін болады. Мінекей дәндеріміздің барлығын ұсақтап алдық. Ендеше бөлек ыдысқа алып алатын боламыз. Бұл дәнді дақылдарды кейбір кісілер дәл осылай пахлаваның ішіне қолдана береді. Бірақ маған ол тәсілі өте қатты ұнаған жоқ, себебі кішкене құрғақтау болады екен. Ендеше мен жұмыртқаның ағын шекермен көпіртіп, яғни аппақ пенка болғаннан соң барып, жаңағы дайындап алған жаңғақтарымызға араластырып алдым. Жұмыртқаның ағын көпіртудің себебі ол шекері толықтай еруі қажет. Сол себепті дәл осылай аппақ пенка болғанға дейін көпіртіп алатын боламыз. Аса қатты, көлемі үлкен, көбік болуы қажет емес. Жай ғана аппақ түсті болып, шекері ерісе жеткілікті. Дәл осылай барлығын біркелкі араластырып алатын боламыз. Қалауыңызға қарай шекерін көбірек, не болмаса азырақ жасауларыңызға болады. Әрине, бұл өз тәбеттеріңізге қарай. Листімізге дәл осылай пергамент бумагаларымызды салып аламыз. Содан соң ең төменгі қабатындағы бірінші қамырымызды жайып, дәл осылай формамызға дұрыстап алатын боламыз. Менде дәл осылай төртбұрышты жиналатын форма. Қамырды кішкене жұқалау етіп жайып, дәл осылай бортиктарын көтеріп қоятын боламыз. Содан соң қамырымыз біркелкі тегіс қисайып, жаңағыдай көтеріліп кетпес үшін вилканың көмегімен дәл осылай тескілеп шығатын боламыз. Содан соң барып, салмамызды 2-ге бөліп алыңыздар міндетті түрде. 2 бөлігіне де бірдей болу үшін міндетті түрде 2-ге бөліп алып саламыз. Бірінші бөлігін дәл осылай бірінші қабатына тегістей жағып шығатын боламыз. Дәл осылай бір тегісті салып болғаннан соң барып, үстінен қалаған түрдегі мейіз, өрік, жаңағыдай кептірілген жемістерді сеуіп шығуларыңызға болады. Тегістеп болғаннан соң екінші пісіріп алған ортасындағы қамырымызды дәл осылай бетіне қоятын боламыз. Міндетті түрде формамен жасау маңызды емес, жай ғана листтің өзіне де жасай беруге болады. Қолымызбен жеңіл әрекеттермен кішкене басып қоятын боламыз үстін. Содан соң екінші бөлік салмамызды салып, тағы да жақсылап тегістеп алатын боламыз. Салмамыз өте қатты шіре болғандықтан, яғни шекері көптеу болғандықтан, кішкене жылжуы қиындау, сол себепті жеңіл әрекеттермен жайып шығатын боламыз. Содан соң барып, үшінші тестамызды да жайып, осылай дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, бетін жауып, жанындағы бортиктарын барлығын біркелкі жауып алатын боламыз.
Артып қалған қамырларын қалауыңызға қарай кесіп алып тастауларыңызға болады, бірақ та мен кесіп алмай жанындағы бортиктарыны ішіне қарай кіргізіп жасадым. Әрине бұл өз қалауларыңызға қарай. Ендеше форманы кішкене қамырымызды қысып аламыз. Жинақтап алғаннан соң барып дәл осы көріністе кесіп алатын боламыз. Кесу жағы әрине өз қалауларыңызға қарай, қаласаңыздар ромбик түрінде кесулеріңізге де болады. Қамырларымыз өте жұмсақ болғандықтан пышағымызды өте жеңіл әрекеттермен кесетін боламыз. Яғни пахлаваларымыздың беткі жағы қамырлары жиырылып қалмас үшін жеңіл әрекеттермен кесу қажет. Пышақпен кескен кезде кішкене пахлаваларымыздың формасы босап кеткен болуы мүмкін, сол себепті форманы қайтадан орнына келтіріп аламыз. Ендеше жұмыртқаның сарысына аздап сүт араластырып пахлаваның бетіне жағатын боламыз. Бұл біздің пахлавамыз қып-қызыл түсті, яғни әдемі жылтырап шығу үшін. Ендеше пахлаваларымыздың беті әдемі шығу үшін дәл осылай бүтін жаңғақтарымызды беткі жағына теріп шығатын боламыз. Мінекей біздің пахлаваларымыз пісіруге дайын. Ендеше алдын ала қыздырып алынған 180 градуста 30-35-40 минуттай, яғни беткі жағы қызарғанға дейін баяу отта пісіретін боламыз. Әр духовканың пісіру уақыты әрқалай болғандықтан мен дәл солай айтып жатырмын. Баяу отта 35-40 минутта негізгі беткі жағы қызарып пісіп шығатын болады. Ендеше пахлаваларымыз ыстық күйінде бетіне мен бал жағып шықтым. Сіздер қалауларыңызға қарай сироп дайындап құюларыңызға да болады. Менде сұйық бал болғандықтан дәл сол балды барлық жеріне біркелкі жағып шықтым. Ендеше пахлаваларымызды кішкене суығаннан соң барып, формадан ажырататын боламыз. Ыстық күйінде қамыры кішкене песочный болғандықтан бөлініп кетуі мүмкін, сол себепті пышақтың көмегімен ажыратып алып, содан соң барып шешетін боламыз суығаннан соң. Ендеше пахлаваларымызды дәл осы көріністе жақсылап түпкі жағына дейін кесіп бөліп алатын боламыз. Егер де сіздер балдың орнына сироп құятын болсаңыздар, алдын ала кесіп алып, содан соң барып сироп құюларыңыз қажет, себебі арасына да сиробы жақсы сіңу үшін дәл солай жасайды. Мінекей біздің өте пайдалы әрі өте дәмді болып шыққан пахлаваларымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай табиғи ташарлықтай өте әдемі болып пісіп шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Сіздерге менің рецепттерім ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайктарыңызды аямай каналға қолдау білдіріп кетіңіздер. Менің жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін міндетті түрде дәл осы қоңырау батырмасын басып, каналға тіркеліп, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.